Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шырын жасаудың ең оңай жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге 1 лимон, 1 апельсин, 1 стакан сахар, 1 шай қасық лимон кислотасы және 3 литр қайнаған су керек. Алдымен 1 апельсин және 1 лимонды тоңазытқышқа салып тоңдырып аламыз. Мен алдын ала кесіп тоңдырдым. Блендерға кесілген лимон және апельсиннің жартысын және жарты стакан сахарды салып еземіз. Блендердің айналуы оңай болу үшін кішкене су құюға болады. Дайын болған лимон және апельсин езбесін ыдысқа саламыз. Қалған екінші жартысында езіп аламыз. Менде езуге арналған ыдыс кішкентай болған үшін 2-ге бөлдім. Қайнаған 3 литр суды құямыз. Бір шай қасық лимон кислотасын да саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Шырынды қабыршықтарынан ажырату үшін сеткадан өткіземіз. Жасап көріңіз, өте оңай. Небәрі 1 лимон және 1 апельсиннен 3 литр шырын дайын болды. Ақпарат пайдалы болса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Келесі видеоларды алғашқылар қатарында көргіңіз келсе, тіркеліңіз. Сіздермен болған Диза шеф. Бізде бәрі дамды.